Асқазан ас қорыту жолының кеңейген бөлігі болып табылады. Асқазан латын тілінде гастр немесе вентрикулум деген атқа ие. Асқазанның негізгі сыйымдылығы 1,5-2,5 литрді құрайды. Асқазанның орналасуына келетін болсақ, оның көп бөлігі сол жақ қабырға астында және 1/3 бөлігі меншікті эпигастрия аймағында орналасқан. Асқазанның орналасуына байланысты оның 3 бөлімі ажыратылады. Асқазанның өңештен асқазанға өткен бөлігі бізде кардиалды бөлігі, яғни парс кардиалис деп аталады. Бұл жерде кардиальды сфинктер орналасқан. Асқазанның көп бөлігі асқазан денесінен, яғни корпус гастрикумнан тұрады. Сонымен қатар осы кардиалды бөлігі мен асқазанның денесінің арасында бізде асқазан түбі, яғни фундус гастрикус орналасқан болып табылады. Асқазанның 12 елішекке өтетін бөлігі пилорикалық бөлігі немесе қақпалық бөлігі, яғни парс пилорика ажыратылады. Осы пилорикалық бөлімнің өзі 2 бөліктен тұрады. Біріншісі қақпалық үңгір, яғни антрум пилорикум, және қақпалы өзек каналис пилорикумнан тұратын болып табылады. Асқазанның өзі алдыңғы беті артқы бетіне өткен жерінде 2 иілімнен тұрады. Асқазанның кіші иілімі курватура гастрика минор деп аталатын болса, асқазанның үлкен иілімі курватура гастрика майор деген атауға ие. Жалпы асқазанның өзі 4 қабаттан тұрады: шырышты, шыршасты, бұлшетті және серозды қабаты. Бұлшетті қабаты 3 түрлі бұлшеттің жиынтығынан, яғни бойлық бұлшет, көлденең бұлшет және қиғаш бұлшеттің жиынтығынан тұратын болып табылады. Асқазанның осы басқа мүшелерімен қарым-қатынасы, яғни оның синтопиясына келетін болсақ, асқазанның алдыңғы бетін бауырдың оң және сол жақ үлесі, көкеттің белдік бөлігі және құрсақ үсті беттері ажыратылатын болса, ал артқы бетінде ол бізде көкбауырмен, бүйрекпен, бүйрек үсті безімен және көкеттің белдік бөлігімен, ұйқы безімен және тоқ ішектің көлденең бөлігімен беттесетін болып табылады. Асқазанның негізі 4 байлама ажыратылады. Бауыр асқазан байламы лигаментум гепато гастрикум деп аталады. Бауыр асқазан байламы бізде бауыр 12 елшек байламымен қоса отырып, кіші шарбаны түзуге қатысады. Асқазан көкет байламы лигаментум гастрофреникум деп аталады. Асқазан көк бауыр байламы лигаментум гастроленале және асқазан тоғызшектік байлам лигаментум гастроколикум ажыратылатын болып табылады. Жалпы асқазанның өзі қандануына тоқталатын болсақ, асқазан бізде негізінен осы құрсақ сабауы, яғни тронкус цилиакустың тармақтары нәтижесінде қанданады. Яғни осы тронкус цилиакустан бізде жалпы өт артериясы, көк бауыр артериясы және асқазанның сол жақ артериясы шығатын болып табылады. Асқазанның кіші ені деңгейінде асқазанның сол жақ артериясы осы тронкус цилиакустан шықса, ал асқазанның оң жақ артериясы ол бізде осы жалпы бауыр артериясынан шығатын тармағы болып табылады. Ал асқазанның үлкен деңгейінде осы сол жақ асқазан шажырқай артериясы, артерия гастроментале синистра, ол көк бауыр артериясынан шықса, оң жақ асқазан шажырқай артериясы бізде жалпы бауыр артериясының тармағының бірі артерия гастродуоdenальның негізгі тармағы болып табылады.